Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада, тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері және гендік инженерияның маңызы. Биология пәні 10-шы сынып қоғамдық гуманитарлық бағыт. Ақтөбе қаласы 3 тілде оқытатын 21-ші мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі Тұрмағанбетова Мейрамгүл Естаевна. Бүгінгі сабақта биотехнологияда қолданылатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылаймыз. Ол сүтті ірімшікке, жүзімді шарапқа және арпа қосылған қайнаған суды сыраға айналдырады. Бұл өзгерістер бізге сиқыр сияқты көрінуі мүмкін. Алайда бұл процестер заттың қасиетін микроағзалар көмегімен өзгерту арқылы жүзеге асады. Бұл ашу деп аталады. Ашудың түрлері сіздің аштығыңыз келетін тағам мен сусынға байланысты. Дегенмен ол көбінесе қанттың басқа өнімдерге айналуын білдіреді. Бұл реакция 3 түрлі микроағзалардың көмегімен жүре алады. Бактериялар, ашытқылар және зең. Ашытқы мен зең саңырауқұлақтарға жатады. Ашытқы бір жасушалы ағзалардан тұрса, зең құрылысы тармақталған көп жасушалы ағзалардан құралады. Бұл микроағзалар дәмді тағам жасайды дегенге сену қиын. Бірақ біз оларсыз көптеген азық-түліктерді жасай алмас едік. Мысалы, шарап оттектің қатысынсыз жүзім шырынына ашытқы қосу арқылы алынады. Бұл жағдайда ашытқы табиғи қантты этанол мен көмір қышқыл газына айналдыру үшін ферменттер бөледі. Түзілген көмір қышқыл газы шампан сияқты сусындардың көпіршіктерін жасауда қолданылады, немесе ауаға жіберіледі. Кей жағдайларда көмір қышқыл газы ашу процесінің негізгі өнімі болып табылады. Мысалы, нан пісіруде. Ашытқылар ұндағы крахмалды этанолға айналдырады. Ол пісіру кезінде буланып кетеді, ал бөлінген көмір қышқыл газы нанның көтерілуіне көмектеседі. Бұл қосалқы өнім этанол отын ретінде де қолданылады. Ол биоэтанол деп аталады. Ол тірі ағзалар көмегімен жасалатындықтан сарқылатын пайдалы қазбаларға қарағанда қайта өндіріліп отырады. Демек, ашу тек тағамдар мен сусындар дайындауда ғана маңызды емес. Сонымен қатар, энергетикалық өнеркәсіпте де маңызды болуы мүмкін. Сонымен, табиғатта микроорганизмдер әлемі сан алуан. Олардың біршама бөлігін бактериялар құраса, көптеген тобын саңырауқұлақтар, бір жасушалы жануарлар, вирустар және бір жасушалы балдырлар құрайды. Микроорганизмдердің кең ауқымды таралуы олардың табиғатта үлкен рөл атқаратындығын дәлелдейді. Енді біз олардың артықшылықтарына тоқталайық. Микроағзалар табиғаттағы заттар мен энергия айналымын қамтамасыз етеді. Өлі ағзалық заттарды қайта өңдейді, күрделі қосылыстарды топыраққа қайта сіңірілетіндей етіп, жай заттарға ыдыратады. Мысалы, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын айтуға болады. Топырақ құнарлылығы, мұнай, тас көмір, шымтезек, әктас түзілуі олардың әрекетіне байланысты. Микроорганизмдердің көбісі жоғары деңгейде ферментативтік қызмет атқарады. Сондықтан да бірінші кезекте өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өндірісінде кеңінен пайдаланылады. Олар ірімшік, йогурт, шарап, сыра, қымыз, айран, май тәрізді көптеген азық-түлік өнімдерін дайындауда қолданылатын сүт қышқылды және сірке қышқылды бактериялар.
Микроағзалар антибиотикалық қасиет көрсетіп, яғни басқа микробтардың өсуін басып тастауға немесе мүлдем жоюға қабілетті заттардың продуценттері болып табылады. Антибиотиктер медицинада, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығында, өндірісте қолданылады. Топырақ микроорганизмдердің биологиялық белсенді заттар, витаминдер, амин қышқылдары, өсіргіш заттар, ферменттер түзу қабілеті анықталған. Микроорганизмдердің әсіресе өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығында алатын орны ерекше. Микроағзалардың ең үлкен артықшылығы гендік инженерия саласының дамуында. Бұл әдістің жетістіктерінің бірі адамға қажетті затты бактерия жасушасына кодтайтын гендерді тасымалдау. Мысалы, қазіргі кезде инсулинді интерферонды өнеркәсіпте өндіру мүмкіндігі бар. Мысалы, инсулин өндірісіне тоқталатын болсақ, инсулин гені адамның ДНК-сынан ферменттер арқылы оқшауланып алынады. Бактериялық плазмид бактерия жасушасынан алынады. Плазмид арнайы ферменттермен кесіледі. Адамның инсулин гені дайындалған плазмидке салынады. Жаңа плазмид бактерия жасушасына енгізіледі. Сосын адам инсулині гені бар бактериялар көбейіп, инсулин шығара бастайды. Гендік инженерия вакциналар жасау мен өндірудің келешегі бар бірден-бір жолы. Микроағзалар адам мен жануарлардың қалыпты мекендеушілері. Олардың тіршілігінде микроағзаны маңызды рөл атқарады. Қалыпты ішек микрофлорасының өкілдері қоректік заттарды ас қорытуды аяқтайды. Оларды микроорганизмдердің тиімді пайдалануына жағдай жасайды. Ішекте тіршілік ететін көптеген микробтар шірткіш және ауру тудырушы бактериялардың онтогенестері, яғни қарсы әсер ететін заттары болып табылады. Сонымен қатар адам немесе жануарлар организмдері пайдаланатын витаминдерді өндіреді. Ағын суларды тазарту үш әдіс арқылы орындалады: механикалық, физика-химиялық және биологиялық. Биологиялық тазарту екінші сатысы болып табылады. Бұл кезеңде су өсімдік және жануар қалдықтарынан, қарапайым бактериялар және саңырауқұлақтар сияқты барлық биологиялық заттардан тазартылады. Бұндай әсерге энергия көзі ретінде қолданылатын арнайы таңдалған сапрофитті бактериялар есебінен қол жеткізіледі. Оттегі болған кезде олар органикалық қосылыстарды көмір қышқыл газына, суға, сульфаттар мен нитраттарға ыдыратады. Сондықтан бактериялық тұнбалар мен ағын суларға тиісті аэрация жасау үшін тазарту құрылғыларында арнайы аэротенкілер болады. Келесі саты ағын судан бактериалды тұнбаны бөліп алу болып табылады. Соңғы өнімдер тазартылған ағын су мен тұнбаларды айтуға болады. Тазарту құрылғыларында арнайы аэротенкілер болады. Келесі саты ағын судан бактериалды тұнбаны бөліп алу болып табылады. Соңғы өнімдер тазартылған ағын су мен тұнбаларды айтуға болады. Ағынды суларды тазарту. Келесі кезекте ағынды суларды тазарту кезінде септиктерде қолданылатын микроағзалар кез келген органикалық қосылыстарды ыдыратып, жағымсыз иісті жояды. Септиктердегі бактерия флорасының құрамы жөнінен аэробты және анаэробты деп бөлінеді. Анаэробты микроағзалар суды бастапқы тазартуды жүзеге асырады, ал аэробты бактериялар суды толық тазартады. Енді біз кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, бактериялар адамға екі жағдайда зиянды болуы мүмкін. Біріншіден, егер ерекше шараларды қолданбасақ, тамақ өнімдерінің бұзылуына әкеледі. Бактерия алмасуының уытты өнімдерінен тұратын бұзылған тамақтар арқылы организм зақымданады. Екіншіден, бактериялар мен вирустар жұқпалы аурулардың қоздырушылары болуы мүмкін. Бұлардың теріс жақтары осында.
яғни бактериялар арқылы оба, сіреспе, туберкулез, ішсүзек, баспа, топалаң сияқты аурулардың бактериялар қоздырушысы болып табылады. Ал вирустар тұмау, балалардың сал ауруы, қызылша, сары ауру, шешек, ұшық, жұқтырып алған иммундық тапшылық синдромы сияқты аурулардың қоздырушысы болып табылады. Зиянды микроорганизмдер өсімдіктерге де, жануарларға да жұғуы мүмкін. Жұқпалы аурудың қалың көпшілік арасына белгілі бір жерге, елге жаппай таралуын эпидемия, індет дейді. Ал жаңа ауру түрінің жаһандық ауқымды таралуын пандемия дейді. Мамандар бұл терминді ауру әлемнің едәуір бөлігіне таралған жағдайда қолданады. Бактериялардың кейбір түрлері мұнай құбырларының қабырғаларын шіртіп, құбырлардың тесілуіне, ал ағып шыққан мұнайдың қоршаған ортаны ластауына алып келуі мүмкін. Мұндай жағдайлар микроорганизмдер әрекетінің теріс жағын көрсетеді. Сондықтан да микроорганизмдерді пайдаланғанда биологиялық бұзылудан қорғаудың кешенді стратегиясы жұмыс жасауы тиіс. Енді біз тақырып бойынша қысқаша қорытынды жасайтын болсақ, микроағзалар биосфераның қалыптасуы мен қызмет атқаруында маңызды рөл атқарады және биотехнологияда қолданылады. Оларды қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Жағымды жақтары: қоршаған орта нысандарын тазарту, яғни суды, ластанған топырақты, және медицинада синтетикалық емес антибиотиктер, инсулин және тағы басқа қажетті гормондарды алу, және кейбір пайдалы қазбалар алуда, пластмасса өндіруде, тоқыма және басқа өндірістерде пайдаланылады. Және де ауыл шаруашылығында және тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Ықтимал жағымсыз салдары: пайдалы заттарды бұзатын штамдардың пайда болуы, биологиялық тепе-теңдікті бұзу, әртүрлі жұқпалы аурулардың пайда болуы. Енді сұрақтарға жауап беріңіз. Микроорганизмдерге қандай организмдер жатады? Микроорганизмдердің табиғатта атқаратын рөлі қандай? Және азық-түлік өнімдерін сақтау үшін бактериялармен күресу әдістерін келтіріп, ақиқат және жалған екенін, тұжырымдардың ақиқат және жалған екенін анықтаңыздар.